Бұл әлемде сенің түп санаңдағы өзгерістен артық еш алапат күш жоқ. Сен киіміңді, тұрған жеріңді, адресіңді өзгертуің мүмкінсің. Бірақ егер ойыңды өзгерте алмасаң, сен қалаған нәтиже еш уақытта болмайды. Сен білесің ба? Осы ойдың, түп сананың, сенімнің қандай алапат күшке ие екен. Әрине сен соны білмегендіктен дәл осы жағдайда, дәл қазіргі сәтте, дәл осындай қоғамда сен өмір сүріп жатырсың. Мен өзім осыны тәжірибе жүзінде жасаған маман ретінде сізге бөліскім келіп тұрғаны, бұл ой, сенім, түп сана өте алапат күшке ие нәрсе. Сен білесің ба, дәл қазіргі өмірің, дәл қазіргі сүріп жатқан өмірің, сенің өзіңнің бір кездердегі қалауыңнан, сеніміңнен, нанымыңнан шыққан нәрселер екен. Сен егер соны білгенде, сен ойыңды өзгерткен болар едің. Сен егер соны білгенде, сен сеніміңді өзгерткен болар едің. Сен егер соны білгенде, сен тек қана дұрыс эмоцияларды сезінген болар едің. Өкінішке орай, осы нәрселердің алапат күшке ие екен сен білмегендіктен, дұрыс ой ойлай алмағандықтан, тек қана негатив ойлардың құрбаны болғандықтан, дәл қазіргі өміріңде дәл осындай болып жатыр. Бұл ой, сенім, эмоция, сезім тікелей сіздің жетістігіңізге, тікелей сіздің ақшаңызға, тікелей сіздің мынау өмірдегі қалауларыңызға өте үлкен әсер ететін нәрсе. Соны жақсылап тұрып, миыңызға түйіп алыңыз. Мен түсінем, не үшін сізде сенім әлсіз? Не үшін сізде ақшаның мына әлемде шексіз екеніне сеніміңіз әлсіз? Себебі, сізде осы уақытқа дейін көргеніңіз, білгеніңіз, алған тәжірибелеріңізге байланысты осындай сенім нанымдар, осындай блоктар сізге бекіп қалғанның кесірінен сіз дұрыс өмірдің болатынына, дұрыс ақшаның сіздің өміріңізде де болатынына, жетістіктің, бақыттың сіздің өміріңізде болатынына да сенбейсіз. Өйткені сіздің дұрыс нәрселерге қарағанда дұрыс емес. Ақша аз, ақша анандай, ақша мынандай. Бақытты болу үшін мынандай болу керек деген әлсіз сенімдеріңіздің кесірінен осы нәрсе өміріңізде болмай жатыр. Осыны бұл өмірдің мәні. Түсінесіз ба? Осыны жақсылап түсініп, ойға түйіп алған адам өмірдің мәнін, құпиясын, ережесін түсінеді. Бұны не үшін мен айтып отыр? Себебі, менің өмірімде осы нәрсе жұмыс жасағаннан кейін, осы нәрсе менің өміріме үлкен өзгерістерді алып келгеннен кейін, мен осыны сізбен бөлісуді жөн көрдім. Сондықтан да дәл бүгіннен бастап ештеңе еш уақытта кеш емес. Ештеңеден еш уақытта сіз кеш қалған жоқсыз. Мейлі жасыңыз 15-те болса да, мейлі жасыңыз 70-те болса да. Дәл қазір, дәл бүгіннен бастап ойыңызды өзгертуге
дұрыс ой ойлауға, сеніміңізді өзгертуге, мына әлемде ақшаның, бақыттың шексіз екеніне сенуге мүмкіндігіңіз бар. Дәл қазір, дәл бүгіннен бастап. Соны сезіне алсаңыз, соған сене алсаңыз, дәл бүгіннен бастап, дәл ертеңнен бастап сізге нәтижесін беріп бастайды. Нәтижесін беріп бастайды. Бұл ой деген тоқ сияқты, проводтан өтіп атқан тоқ. Проводтан өтіп атқан тоқ көзге көрінбейді, бірақ ұстасаң, сені соғу арқылы нәтижесімен береді. Тура сол сияқты ойда көзге көрінбейді, бірақ дұрыс ойлау арқылы сіз өміріңізге дұрыс нәрселерді тартасыз. Дұрыс емес ойларды ойлау арқылы сіз өміріңізге дұрыс емес нәрсені тартасыз. Осыны жақсылап ойыңызға түйіп алыңыз. Міндетті түрде нәтижесі болатынына, сіздің өміріңізді өзгертетініне мен 200% гарантия бере аламын. Сондықтан да жасаңыз, ойыңызды өзгертіңіз. Осы уақытқа дейін сіз келдіңіз ғой, осындай ойда. Енді басқа ойда, позитив ойда өзіңізге мына әлемдегі шексіз бақытты, шексіз ақшаны құйған ойда, шексіз ақшаны, шексіз бақытты қиған ойда қиыңыз өзіңізге. Сол ойда жүріп көріңіз. Сонда нәтижесін міндетті түрде көретін боласыз. Сіздермен бірге болған мен Қарасақал Жақсылықұлы.